биоотын алу процесінде балдырларда арнайы теңіз суымен толтырылған тоғанға орнықтырамыз. Арнайы қалақшалы дөңгелек олардың жалпылама бірдей және қалың болып өсуін қамтамасыз етеді. Бірнеше күн өткен соң олар арнайы күн сәулесін имитациялайды. Ендігі кезекте бізде қалың жасыл біркелкі балдырлар түзілді. Одан кейін балдырларды судан бөліп алу процесін жүзеге асырамыз. Арнайы қасықшамен алып, оларды майда қылып ұнтақтаймыз. Одан кейін біз биоотын алуымыз үшін ең біріншіден гексан қосамыз. Ал екінші қадамда натрийді метанолға араластырамыз. Ал үшінші қадамда бізде метанолды арнайы тұнбаға құямыз. Біраз уақыт өткеннен кейін қабаттардың ең алғашқы қабатын аламыз. Себебі бұл бізде ең алғашқы және қарапайым биоотын көзі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.